Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз бейнелеу өнерінің жанрларымен танысамыз. Жанр суреттің қандай тақырыпта салынғанын білдіреді. Жанрлар шығарманың мазмұнын түсінуге, оның негізгі идеясын анықтауға және өнер туындыларын бір-бірінен ажыратуға көмектеседі. Енді бейнелеу өнерінің негізгі жанрларымен бірге танысайық. Олар портрет, натюрморт, пейзаж, анималистік және тұрмыстық жанр. Портрет – бұл адам бейнесі. Портрет адамның сыртқы келбетін, мінезін және көңіл-күйін бейнелейтін жанр. Портрет салғанда адамның бет пішіні, көзі, мұрны, аузы және бет әлпеті дәл бейнеленеді. Натюрморт жансыз заттарды бейнелейтін жанр. Суретші олар арқылы айналадағы ортаның сұлулығын және өмірдің әртүрлі қырларын бейнелейді. Натюрморт салғанда заттардың пішінін, көлемін, түсін және жарық пен көлеңкесін дұрыс орындау керек. Пейзаж – табиғат көрінісін бейнелейтін жанр. Пейзажда табиғаттың әсемдігі, жыл мезгілі және ауа райы бейнеленеді. Пейзажда кеңістік, жарық, төс және перспектива маңызды рөл атқарады. Олар табиғат көрінісін шынайы етіп көрсетеді. Анималистік жанр. Жануарларды бейнелейтін жанр. Бұл жанрда жануарлардың дене құрылысы, қимылы және мінезі бейнеленеді. Анималистік жанрда жануарлар мен құстар бейнеленеді. Оларды салғанда дене бөліктерінің пропорциясын сақтау маңызды. Тұрмыстық жанр адамдардың күнделікті өмірін бейнелейді. Бұл жанр адамдардың еңбегін, демалысын және күнделікті өмірін көрсетеді. Тұрмыстық көріністі бейнелегенде адамдардың іс-әрекеті, көңіл-күйі және өзара қарым-қатынасы анық көрсетіледі. Бүгін біз бейнелеу өнерінің 5 жанрымен таныстық. Портрет, натюрморт, пейзаж, анималистік және тұрмыстық жанр. Әр жанрдың өзіндік ерекшелігі бар. Өнерді сүйіңдер, сурет салыңдар, шығармашылықтарыңды дамытыңдар.